Саламатсыздар ма әріптестер? 283 орта мектеп спортшысы Әбиев Нұрбол. Бұл тақырып асық ату ойын ережесі. Тапсырмалар. Асық ойын неше жастан бастап ойнатылады? Асық ойынның түрлерін жазыңыздар. Асықтардың ату талаптарының атауларын жазыңыздар. Асық ойынында бауыржан молшылығын атамыз. Асық үлкен халықтан тәрбие деп баға беріп жоғары биіктікте хатта жазған екен. Асық ату. Асық ату ертеден келе жатқан қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Ұлттық ойындар көбінесе әр халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайларына, шаруашылық мүмкіншіліктеріне байланысты қалыптасқан. Қазақ халқының ұлттық ойындарының көбі табиғи заттар мен ойындарға негізілген, шаруашылығы мол шаруашылығына негізделген қазақ халқының ұлттық ойындары осыған икемделген. Әсіресе қойды көп өсіргендіктен балалар ойынның көбі қой асығымен байланысты болып келеді. Сондықтан асық ойындары ұлт ойындарының ішіндегі арыдан келе жатқан көнелерінің бірі болып табылады. Асық ойынның баланың жастайынан жүйке жүйелерін шыңдап, олардың дәлдікке, ептілікке асық ату ойыны негізінде ер балаға тән. Асық ойыны үшін керекті құралдардың ең негізінде сақа. Әдетте оны үлкен оңқай астан шегі жағынан қорғасын құйып, ауырлатып тәке жақ табанның шегі жақ бетінен тегістеп, оны қолға ұстап асық атуға ыңғайлап жасайды. Асық ойынның жазды күні тақыр жерде ойнайды. Бір-біріне қарсы екі бала не бірнеше бала екі топқа бөлініп ойнауларының мүмкіні. Асық ойыны: тасқала, хан, төрт асық, құмар, қанталапай, алшы ойыны. Омпы: асықты тігі ойнау. Асық ойыны баланың күн ұзақ қимылымен тигізер әсері мол. Ойын барысында жүгіру, жүру, иілу, секіру, сақа еру, көздеп тигізу. Асық түрлері: кепе, ұсақ асық, құлжа, арқадан атылған асығы, сақа, арқадан асығы, жапатай, еліктің асығы, тапай, сиырдың асығы, шүкетей, жас малдың асығы, ойлақ, қойдың асығы, ешкімек, ешкінің асығы. Асық түрлерінің атауы мен ойын ері: түйе асығы буынас, жылқы асығы қидабас, сиыр асығы топай, қой ешкілікті кеңей, киік асығы киігат, арқадан асығы құңқар, қасқыр асығы бұлнақ. Асық төрт түлік мал мен оңдар тәсілдеріне болатын бітісі бөлек қызметі мол күрделі туындыға беткен шығыр сүйек. Ешкі, қой, сиыр, түйе асығы үлкен кішілігіне қарамастан сыртқы формасы бір пішіндес мүндес зат. Асық ерудің өз атаулары бар: алшы, тәйке, бүк, шік. Алдарыңызда көрсетілгендей, алшы, тәйке, бүк, шік, оңқы, шоңқы, қынжы. Асық ойыны түгелдей қозғалысы: баланың 12 мүшесі бұлшық еттері толық қозғалыста түседі. Асықтың атып ойнайтын түрі үнемі қимыл қозғалысты қажет ететіндігін, денені қыздырып, бойдағы қан айналымы жасалады. Назарларыңызға рахмет.